Азық-түлік бағасының өсуі халықтың тұрмыс тіршілігіне теріс әсер ететін факторлардың бірі. Қыркүйек айында елімізде инфляция деңгейі тамызбен салыстырғанда 1,8%-ға артқан. Салдарынан азық-түлік бағасы өсіп, халықтың жұқа қалтасына одан сайын салмақ түсті. Бағаны ұстап тұру мүмкін бе? Тілшіміз баяндайды. Қазіргі күні баға қымбаттады, азық-түліктің бағасы қалтадан қысып жатыр деген сынды сөз тіркестерін естісек, тіпті селк етпейміз. Өйткені жыл санап өсіп келе жатқан бағаға бүгінде етіміз үйренгендей. Адам болған соң әркім әйтеуір жан бағып жүр. Әлде кім әупірімдеп айлығын шайлығына әзер жеткісе, енді бірі керегін қарызға алып жан бағып жүр. Қайда қазір қымбаттаған ғой тауар? Қымбатшылық қазір. Ой, нам очень заметно, пенсионерам, например. Что именно подорожало, по-вашему? Да мука, масло основное, что у нас идет. И очень дорого. Бұрынғымен салыстырғанда, әлде қайда қымбат. Көп балалы аналарға қиын әсіресе. Тек қана күйеуі жұмыс жасайтын отбасыларға қиын болып жатыр қазір. Байқалып жатыр бәрімізге де. Продуктың бәрі қымбат. Двойной, тройной цена. Это бұрынғыдан намного көп. Уже жеткізем, даже пенсиямыз жеткізе алмаймыз. Өмір сүру өте қиын қазір. Немере бар, бала-шаға бар, жеткізе алмаймыз. Пенсиямыз өзімізге де тимейді. Азық-түлік бағасы шарықтап барады. Көрсетілетін қызмет түрлерінің де ақысы қымбаттамаса, арзандайтын түрі жоқ. Оған теңге бағамының тұрақсыздығын қосыңыз. Демек, бұқара халықтың қалтасына түсер салмақ та арта түспек. Бұрындары тапқан табысымыз ішіп жемнен артылмайды дейтін тұрғындар, бүгінде айлығымыз азық-түлік алуға да жетпей қалып жүр деп ашынды. Кейбір мысалға айлығы аз семьялар бар, мысалы отбасыларда свет оларға қиын еді. Мысалға квартира жалдап отқан семьялар бар, свет суы бар мысалға. Соны өз төлеп, продукттың өзіне жетпей қалатқандар бар. Мысалға жас отбасылар бар. Әрине оларға қатты әсер етіп жатыр да. Мысалы өз туысқандарын бәрі байқап отырады. Енді олай жалғаса беретін болса білмеймін не болады. Енді продуктты қолға алған дұрыс негізі, арзандатып. Бүгінде бағаны өсірмей ұстап тұру үшін елімізде арнайы тұрақтандыру қорлары жұмыс істейді. Қордан әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 19 түрі шығарылып, нарықтағы бағадан 10%-ға төмен бағада сатылады. Сонымен қатар қордан алынып сатылып жатқан тауарлардың белгіленген бағадан асырып сатылмауын арнайы мониторингтік жұмысшы топ қадағалауда ұстайды дейді мамандар. Жалпы бізде азық-түлік тауарын тұрақтандыру мақсатында қалада 4 жәрмеңке өтеді, азық-түлік жәрмеңкелері. Ол жәрмеңкеге жалпы 200-ден астам қала кәсіпкерлері, сонымен қатар жергілікті тауар өндірушілері, сонымен қатар өзіміздің көршілес облысының кәсіпкерлері қатысады. Ол жерде де баға нарықтан 10-15%-ға төмен бағада сатылады. Сонымен қатар бізде жалпы не бар, жұмысшы топ бар. Жұмысшы топқа аудан әкімдіктері, сонымен қатар басқа да құзырлы органдары бекітілген. Қала аумағындағы жалпы сауда нысандарындағы азық-түлік тауарларына мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Айта кетейік, Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2022 жылдың қыркүйегінде азық-түлік тауарларының бағасы өткен жылғы қыркүйекпен салыстырғанда 22,2%-ға артқан. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар құны 17%, ал ақылы қызметтер түрі 12,3%-ға көтерілген. Мөлдір Бәкір, Антон Семенов, Қуаныш Әуелбеков, Әділет ақпарат.